Армысыздар, құрметті телекөрермен, ерте тұрған әйелдің бірісі артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық деп дана халқымыз бекер айтпаған. Ерте тұрып, білекті тұрып жұмысқа кіріскен барлық жандарға жұмыстарыңыз жемісті әрі өнімді болсын деп тілейміз. Эфир тізгінінде Бақыт Нұрбейсенбай, алдағы уақытта біздің хабармен бірге болыңыздар. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. 33-90-35 біздің байланыс телефондарымыз. Сондықтан тікелей эфирге хабарласа отырыңыздар. Ал бүгінгі хабарға қысқаша шолу жасап өтсек. Ертіс телеарнасымен бірге көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтарға арналған арнайы кітапханамен бірге меморандум аясында біздің Ертіс таңы хабарында ерекше жандар атты тележоба әр айдың соңғы жұмасында жүзеге асырылатыны белгілі. Енді бүгінде аталмыш жоба аясында біздің сырлы сұхбатымыз болады. Сондықтан алдағы уақытта бізбен бірге болыңыздар. Дәл қазір біздің студиямыздың төрінде меймандарымыз жайғасқан. Енді менің қасымда Ләззат Серікқызы, өзіңіз ханым Ләззат ханым таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі Сәулемай тобы, міне айтып айтайын, Гүлнара Адамжанова, Лилия Кызынгашева, Маулика Ибраева және Женискүл Садыкова. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Енді біздің осы ерекше жандар жобасында нағыз бір өнерлі, талантты, дарынды жандар үнемі қонақта болады. Енді бұл кісілердің де Сәулемай ансамблінің де өзіндік ерекшелігі бар, иә? Шығармашылық бағытта біраз жылдар бойы еңбек етіп келеді. Енді Ләззат ханым, бүгінгі хабарымызды біз Серік Олжабайұлы Садықовты арнаймыз, өйткені осы топты құрған сол кісі. Сол кісі туралы кішкене айтып кетсек, еңбегі сіңірген қайраткері. Серік Олжабайұлы екі жасынан көзі көрмесе де, халқымызға, елімізге сіңірген еңбегі зор. Ерен еңбегі үшін медалін 16 жылы қала әкімі Әшімбетовтан алған. Марапаттарын атап өтейік, халық ағарту ісінің үздігі деген атағы бар. Бүкіл одақтық кәсіподақтардың орталықтарын алған кең іс медалі бар. 2007 жылы ол алынған алғыс хаты президент қол қойған алғыс хаттары бар. Енді марапаттары көп. Өзі болмаса да міне өзі қалтырды. Енді ол кісінің өзі болмаса да ізбасарлары, бүгін бізде қонақта отырған еске саламыз. Енді жаңағы Серік Олжабайұлының жалпы осындай еңбек, мынау шығармашылық бағытқа, өнер бағытына сіңірген еңбегі орасан зор. Алдағы уақыттарда, құрметті көрермен, біз сіздерге ол кісі жайлы біраз естеліктермен бөлісетін боламыз. Фотосуреттер, видеороликтер деген сияқты. Сондықтан алдағы хабарда бізбен бірге болыңыздар. Енді айтып кетейік, 10-шы жылы осы ансамбль құрылған, міне 12 жыл болды. Әлі де өздері жұмыс істеп жатыр, Серік аға болмаса да. Енді Серік ағайын жобайы бүгін осында. Женискүл апай, енді осы соның семьясы туралы айтып кетсек, қалай болады? Әрине, енді Женискүл апа, жалпы Серік ағаны жаңағы нағыз бір өнер иесі деп жатырмыз ғой. Сол кісінің ізін жалғастырып, бүгінгі таңда Сәулемай ансамблі біраз шығармашылық бағытта тер төгіп келеді. Енді өзіңіз айтып өтіңізші, жұбайыңыздың музыкалық қабілеті, қарым қабілеті қандай еді? Енді сіз жақсы білесіз ғой. Негізі Серік мен Құдай қосқан жарым ғой енді болған. Осы ансамбльді құрды. Алдыменен хорда істеді. 59 жылдан бері қарай ол жұмыс істеді. 16 жасынан бір хорды Алматыға апарып, смотрдан орын алды, бірінші орын алды. Онан кейін де орын алып жүрді, грамоттары бар. Университет бітірген, консерватория бітірген, дарынды жігіт болатын. Істеді, қазіргі гимназия, 3-ші интернат болатын. Сонда істеді, ондан да хор музыкадан беріп, одан да орын алып жүрді, бірінші орындырды. Сонан кейін тәрбиесі қиындау, қыздар интернат бар ма білмеймін қазір. Сонда болды 2-ші Павлодарда. Сонда істеді. Қиын тәрбиелі болса да, балалар соларды кәдімгідей құрметтеді Серікті. Ешқандай істеген жоқ, жамандық істеген жоқ. Балалар Жақсы көрді өзін. Жақсы көрді, Сол енді, онан кейін біздің обществода сол 50 жылдан асты жұмыс істеді. Хор, қазақ хоры болды, онан кейін орыс қазақ хоры болды, онан кейін тарап кеткеннен кейін ансамбль болды. Бізде 9 кісі еді, енді қалғанымыз осы енді. 4 адам, 4 адам қалды. Ансамбль болғаннан кейін расымен де нағыз бір таланттар, нағыз бір дарындылар жиналатын қалай айтсақ, топ деп айтсақ болатын шығар, Енді бұл ансамбльді құру жалпы идеясы қалай келген екен, сіздің хабарыңыз болса? Идеясы Серіктікі болатын. Серік Олжабай сол хор тарағаннан кейін
орыс хоры менен қазақ орыс хоры болатын. Сонан кейін ол тарағаннан кейін айтты қыздар енді ансамбль құрайық. Қазақша өлеңдер да Қалай атын таңдай өзі де қойып кетті атын Сәулемай деп қояйық. Содан бері бізбен жұмыс істедік классический кәдімгідей профессиональный боласыңдар деп бізге сондай тәрбие берді өзі. Музыкаға баулып бізді музыкаға үйретіп, қазір музыканы жақсы көретініміз соның арқасы деймін мен. Қыздар құптайтын шығар осыны. Серикаға қандай ұжымды алса да, ыңғай ол кезде кеңес үкіметінің кезінде халық атағын алатын. Хорларға да берген, оны балаларға да, я мектеп интернетта болса да, осы ұжымды да солай жеткізем деген енді әттена енді уақыты болған жоқ. Сол енді айтатыным енді Шымкент мәдениет институтын және Орал консерваториясын бітірген адам 2 жасынан көз мүгедек болса да. Сондай өнерлі, жақсы, сыйлы адам болатын. Енді ол кісі жайлы айта берсе естеліктер өте көп екен, жаңағы біздің Жеңіскүл апайымыз айтып өтті. Енді осы ретте Гүлнар ханым, мен сіздің алғашқы осы ансамбльге келуіңіз қалай болды, ерекшелігі неде болды, айтыңызшы сол туралы. Негізі осы хор болғанда да, өзім 16 жасынан мектеп интернат тәмамдағаннан кейін осы мекемеге келгенде жақсы сол кісі әнге баулап бізді содан бері өзі негізі ән айтып жүрміз. Хор тарағаннан кейін, жаңа апай айтып кетті ғой, хор тарады деп, сол хор тарағаннан кейін осы Сәулемай ансамблін құрғаннан кейін сол өзіміз мынау қалғанымыз қайта костяк дейді ғой. Негізі кішкене көбірек біз 7-8 адам болатынбыз. Енді кімде қалай, кімнің сызығы бітті, кімнің сол кім ауырып қалды деген сияқты сондай немен енді кішкене сол қалғанымыз енді сол әнді сүйетін сондай. Қайта 2 жыл болды біз ән айтпай қойдық кішкене. Енді неше түрлі жағдайлар болды. Өзімізге сондай жетекші болмай қалды. Өзімізге ұнайтын, өзімізді ары қарай алға итермелейтін сондай кісі болмай қалды да, сол кішкене қалып қойдық. Сол осы жолы кішкене өзіміз бір ән сыйлайық деп. Пандемия да өз әрекетін жасады. Сол әрине, сол. Әндет та сол. Енді жалпы қазіргі уақытта елдегі ахуалға байланысты біраз осындай бір топтардың, біраз әншілердің шығармашылық бағыты сәл болса да тоқтап қалды ғой. Бірақ дегенмен сіздер бұған дейін жаңағы Ләззат ханым айтып өтті ғой, 12 жылдың ішінде біраз жетістіктерге жеткен. Осы Серік ағамыздың құрған Сәулемай ансамблін әрмен қарай жетілдіріп келе жатқан жанның бірі сіздер. Енді студиямыздың төрінде тағы да меймандарымыз бар екен. Ләззат ханым, таныстырып өтсеңіз. Лилия Кызылгашевна, Ибраева Маулика. Олар енді қазақ хорлар қоғамының белсенді азаматтары, хорларға қатысып жүрген, біздің барлық шараларға белсенді қатысады. Лилия да өзі баянда сүйемелдеп ойнайды. Енді Малика да апай көп жыл бойы осы өлең айтып жүреді. Түгілі белсенді. Жақсы, ендеше жан-жақты дейсіз ғой. Енді біздің таңғы хабар болғандықтан, арнайы Сәулемай ансамблі келгендіктен біз міндетті түрде әсем ән сұрайық, қонақ кәде сұрайық, сіз микрофонды берсеңіз. Ал құрметті көрермен, арай таңда өзді әнмен сусындап отырыңыздар. Қандай ән орындайсыздар? Абайдың әні «Желсіз түнде жарық ай». Ал, мархабат. Тасыған
бәрекелді. Керемет, Рахмет. дауысын қалай қойып берген, осы түгел Серік аға істеп кеткен. Өте тамаша, әдемі орындау болды. Енді осындай біраз бір қиындықтар туындаса да, көздеріңіз жаңағы нашар көрсе де, сіздер аспапта да толық меңгерген, әсем әндеріңізді көрермен назарына ұсынып келесіздер. Енді айтып өтіңізші, Жеңіскүл апай, мынау гитара аспабын қашаннан бастап меңгеріп осы аспапта ойнап келесіз? Мектептен бастап үйреніп. Мен Алматыда спецшколада оқыдым, көзі көрмейтіндердің. Сол жерде жай профессионалды жай ойнаймын ғой. Қазірде жай ойнаймын. Ана жетекші болмағаннан кейін біз Гүлнар екеуміз ойладық. Жай айтқанша, осы гитарамен немен бір-екі күнде айттық. Өздерінің өнерлеріңді көрсеттіңдер бір жағынан. Иә. Керемет. Енді Гүлнар ханым, айтыңызшы, сіз домбыра аспабын қашаннан бастап ойнап келесіз? Мен домбыра аспабын негізі ойнаймын деп айта алмаймын. Әдемі үйлесім болып жатқан сияқты, Жоқ, оны тек енді көңіл ғой ол, ақырын ғана тек сол. Жуырдағы не үйренетін болдық ол? 5-6 жыл болды, Жоқ, негізі мен домбыра үйірмесіне қатысып жүрдім осы мектеп қабырғасын бітіргеннен кейін. Сондықтан содан кейін қалып қойды бәрі. Негізі өзім жай тек бірдеңе қып теріп алам. Сүймелдеп орындап келесіз, Жақсы, рахмет. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгін бізде ерекше жандар жобасы тікелей эфир барысында жүзеге асып отыр. Арнайы көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтарға арналған кітапхана ұжымы өздерінің нағыз бір тұрақты оқырмандарын, белсенді, дарынды жандарды үнемі қонаққа шақырамыз студиямыздың төріне. Енді бүгін бізде Сәулемай ансамблі қонақта отырғанын еске салайық. Осы ретте тағы да айтатын кеттім, бүкіл осы Павлодар облысын аралап шықты. Олар санаторий, профилакторий, мектептерге, клубтарда бұлар қатысып, қалалық барлық шараларға қатысып, өлеңдермен шығып отыратын. Сонда енді түгелі біледік, осында сайыстар болғанда республикалық, облыстық осылар қатысып, бірінші орынға ие болғандары бар. Сондай жақсы таланттады. Марапаттар, жетістіктер, жетерлік. Енді қазіргі уақытта мынау елдегі ахуалға байланысты бәрі кішкене шегеріліп қалды ғой, бірақ дегенмен осындай бір кітапханаға деген, осындай бір мәдениет шығармашылық бағытқа деген қызығушылықтарыңыз қандай деңгейде? Гүлнар ханым. Өте біз негізі кітапхана деген біздің бұл екінші үйіміз деп айтуға болады. Осы жуырда мәдениет күнінде ең үздік республика бойынша ең үздік кітапханасы деп сондай марапатқа ие болды. Сондықтан да мен құттықтаймын, және сіздерді құттықтаймын сол мәдениет күнімен өткен күні болса да, енді сол кеште болса да. Рахмет. Осы кітапханамызға тілейтінім ең біріншіден ден саулық, отбасыларына бақыт және шығармашылық табыстар тілеймін. Рахмет, алғысымызды білдіреміз. Енді мынау нағыз бір өнерлі дарынды жандар болғандықтан тағы да қонаққа дей сұрасақ па деп отырмыз, Ләззат ханым. Гүлнар өзі де жақсы ойнайды жеке. Дайындалма келсе де ойнап береді. Сосын не сұрасақ таңғы келеді, қатысады. Сол үшін өзімді мың алғыс айтам сіздерге. Қандай шығарма ойнайсыз, Гүлнар ханым? Гүлнар қандай да ойнайсың? Қазір. Мел Сөзбековтің әні Тобылғы сай. Ал, мархабат, тыңдайық. Білсеңдер қосыласыңдар, қыздар? Ауалам сен сұрасаң бел тұрғандай, мая сары қайың ағаш жел тұрғандай. Сылқаман өзге ауылдың не қалайын ай, бұралып талшы бұттай сен тұрғандай. Ай, жұлдызымысың нұрын шашқан ай, әніңнен айналайын тобылғы сай. Манаурап тауашынан көрінеді ай, жүректен
тербейді көңілге жай. Есіме сен төскенде деу қарағымай, артады саған деген сағынышай. Ай, жұлдызымысың, нұрын шашқан-ай, әніңнен айналайын тобылғысай. Ай, жұлдызымысың, нұрын шашқан-ай, әніңнен айналайын тобылғысай. Керемет. Рахмет, алғысымызды білдіреміз. Әр түрліден айтылға болады осылардың. Жеке-жеке. Гүлнар тек қана домбырада ойнамайды, осы Сәулемай ансамбльге тек қана жалғыз қатысып отырмай, ол спортшы да, дойбы, шахматпен айналысады. Жеңіскүл апай жас кезінде тоғызқұмалақ, жас кезінде Жеңіскүл апай да сондай спортшы болған. Лиля көп оқиды бізде, оқығанда фантастиканы өзі жазып шығарам деп ойлайды. Енді мақсатында Жеңіскүл апай мен Гүля Брайльді жақсы меңгергеннен бізде жыл сайын өтетін Брайль сайысына қазылар арқасының мүшесі болып отырады. Сол сынап отырды балаларды, қалай оқып, қалай қатысқанын. Сондай бәрі де өнерлейді, былай айтса. Жан жақты дейсіз ғой? Иә. Құрметті көрермен, біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Бұл ертіс таңғы хабары. Тікелей эфирде жұмыс атқарып жатыр. 33 90 35 байланыс телефондарымыз. Енді бүгін бізде Сәулемай ансамблі қонақта отыр. Осы Сәулемай ансамблінің негізін қалаған Серік Олжабайұлы Садықов. Оның енді жұмыс өтілін айтсам, 58 жыл болады. Көрдіңіз бе, еңбек ардагері 17 жылы енді қайтып кетті. Ізін қалтырды, есімізде қалды, жақсы адам болғаннан кейін. Енді міне көзіңіз көріп тұрсыз, өздері түгел талантты тобына қараса. Енді Серік аға жайлы біраз естеліктермен Ләззат апай бөлісіп өтсеңіз, одан кейін біз сұхбатымызды жалғастырамыз. Міне біздің режиссеріміз экранға беріп жатыр. 15 жасынан енді еңбек етті деп айтып жатырмыз өнер саласында. Республикалық байқауларға көп қатысты, бірінші, екінші орын алып отырды. Қалалық мәдениет орталықтар жұмыстарында атқардық көп. Теміржолшылар мәдениет үйі болған. Қазір ол Шаңырақ орталығы. Металлург сарайында, ол қазір Аймауытов атындағы, Жүсіпбек Аймауытов атындағы театры. Екінші павлодарда орналасқан қыздарға арналған қиын балаларды тәрбиелеу мектеп интернатта жұмыс істеген. Жұмыс енді істеген жұмысы көп. Өзіміздің қазақ соқырлар қоғамында өмір бойы жұмыс істеген. Енді міне экраннан қарап отырсақ, біздің өнерпаз жандар осы Сәулемай ансамблінің өзіңіз көріп отырсыздар. Өнер көрсетуі, сахна төріндегі тамаша фотосуреттерін біз ұсынып жатырмыз. Бұрышы ашылды қалалық мәдени осы соқырларға арналған әдейі бір клуб бар, клубымыз. Сонда Серік Олжабайұлына әдейі бұрыш ашылған. Онда барып қарауға болады, марапаттары, портреті бар, алған медальдары түгел сонда бар екен қалалық мәдениет орталығында. Енді бұл Серік ағамыздың расменде жалпы шығармашылық бағытын әрмен қарай жетілдіру, олға қарай қашанда жетілдіру, бұл осы Сәулемай ансамблінің негізгі мақсаты деп айтсақ болатын сияқты. Енді жаңа ғана өздеріңіздің естеліктеріңізбен, шығармашылық бағыттарыңызбен бөлісіп отырсыздар. Көптен көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Енді біздің телекөрерменге өздеріңіздің бір таңғы тілектеріңіз болса, сәлем жолдайым десеңіздер, мархабат. Жеңіскүл апай, айтыңыз. Ең бірінші өзіміздің кітапхананың ұжымына тілеймін, жұмысы жемісті болсын, еңбекті болсын, семьяда бақытты болсын. Осы телестудияның жұмыскерлеріне, қызметкерлеріне бізді шақырғанына рахмет айтамыз. Алғыс айтамыз бізде. Ел жұртқа көрсетіп, танытып, осындай адамдар бар екен деп, сіздер арқылы бізді білетін болды енді. Рахмет, көптен көп жеміс тілеймін. Серіктің екі жалғыз қызы бар, Құралай деген, күйеу баласы бар, Арын деген, екі немересі бар, Аружан, Тоғжан деген. Солардың өсіп өнуіне тілектеспін. Барлығына, барлық Қазақстан жұртына осы індеттен аман өтіп, осы бұрынғы қалпымызға қуанышпенен жүруге тілектеспін. Амин, рахмет көп алғысымызды білдіреміз. Маулика, айтып жүрсізді бір тілек. Айтыңыз. Көп сөйлемейтін тақырын, ұзымда жүріп, өлең айтып жүретін кісі. Лиля, айтып жүрші, сенде бір тілек. Айта орысша болса да қазақша. Микрофон алсаңыз. Микрофон алсаңыз.
Айта ғой. Ну, пожелай чего-нибудь. Ну, всем вам, библиотекарям, ну и нам, конечно, хоровикам, всем я в первую очередь желаю здоровья, желаю быть такими же, несмотря на тяжелое время, желаю быть веселыми, жизнерадостными. Вот. Всем желаю я также почаще и побольше денежной прибыли, но в первую очередь здоровья. Спасибо, как могла, так и сказала. Спасибо большое. Рахмет. Ал Гүлнар ханым, өзіңіздің тілегіңіз болса, мархабат. Ал енді ең біріншіден айтатын осы жұмамыз мүбәрак болсын. Тек осы жақсы игі істер көп болсын. Келе жатқан балалар күні, балалар тек бақытты балалық шақ тілеймін оларға. Ол балалық шақ өзімізден ата-аналарға байланысты. Енді сол айтылып атқан тілектер бәрі қабыл болсын деп айтамын. Сіздерге алғысымыз шексіз. Рахмет, сіздің ұжымыңызға енді жеңістік тілеймін. Өркейе берсін жұмыстарын түгілі білгенде міне көрсетіп жатырмыз. Біздің ұжымға алғысымды тағы да айтамын. Өйткені тағы да айтқым келеді. Біз енді өзіміздің жұмысымызды көрсетіп жеңімпаз атандық, соған лайық болу біздің оқырмандарға біріншіден рахмет, содан ұжымға. Иә, рахмет, біз де алғысымызды білдіреміз. Сәулемай ансамбліне тек қана шығармашылық табыт, шабыт тілейміз. Қашанда осындай биік белестерді бағындырып, ортамызда әсем әндеріңізді айтып жүре беріңіздер. Ең бастысы енді қазіргі уақытта бізде тілектің төресі бұл денсаулық. Ендеше дендеріңізге саулық тілейміз, аман болыңыздар, көптен көп рахмет. Енді жаңа айтып өтті ғой Ләззат ханым, жуырда ғана осы арнайы кітапхана үлкен марапатқа ие болған еді. Ендеше біз де құттықтаймыз, осындай өздеріңіздің тұрақты оқырмандарыңыз көп болсын, жұмыстарыңыз жемісті болсын деп тілейміз. Рахмет, рахмет.